Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін қаймақ қосылған пирог жасаймыз. Бізге керек нәрселер: 400 грамм ұн қосамыз. Оны електен өткізіп аламыз. Оның үстіне 1 жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз. Оны да електен өткіземіз. Жарты шай қасық ванилин қосамыз. 100 грамм қант қосамыз. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 200 грамм сары майымызды үккіштен өткізіп аламыз. Сары майымызды алдын ала 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қойған дұрыс. Қамырымыз дайын. Қамырымыз осылай шашылып тұруы тиіс. Енді қаймақты дайындаймыз. 300 грамм қаймақ. Оның үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. Айналып жүргендерге не істеймін деп, ойланып жүргендерге айтарым деп. Жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 1 шай кесе қант қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Қаймағымыз осылай болып шықты. Табамызға пергамент қағазын төсеп аламыз. Оның үстіне қамырымызды жайып шығамыз. Үстіне қаймақ қосамыз. Осылай барлығын қайталаймыз. Қалмай жүргендерге бауыр жасып, шаба алмай жүргендерге тығырыққа, шынымен тірелгендерге, арманына жете алмай жүргендерге, жоғарыға осылай болып шығуы тиіс. 180 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз. Достар, пирогымыз дайын. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Достар, мені қолдап, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.